Я, бүгінгі менің айтатын кином осы болмақ. Негізгі желісін айтам. Ең алдымен әдеттегідей бүкіл блогерлер, вайнерлер барлығы үйде жаңа жылға дайындалып жүреді. Қар баласы уақыты. Жаңа жылға дейін барлығы асығыс. Олардың әрқайсында миллион подписчиктен асқан, миллион лайктан асқан. Және де бір кезде Ғабит үйге келіп, видеоның камераның осы Ахонға пранк істейміз дейді. Сонымен Алиш пен Ғабит Ахонның бөлмесіне барады. Ал дәл осы кезде Шахи өз прямой эфирін жүргізіп жатқан еді. Ал сәлден кейін осы блогерлердің прямой эфирін, истористарын үзбей көретін ғана ағасына қарап көрсетіп жатқан кезде ағасы оған қарап, ой, бір жеті атаңды білмей барлығын жаттап алғансың деп. Короче айтқанда бұлар дейтін сол үйді тонамақшы. Олардың Дубайға кететіндерін біле тұра, үйлеріне басып, кіріп тонап кетпекші. Олар жай ғана ұры емес, ұры болғанда да өте, қалай айтсам, қопал және де дайын тұрған есікті бұзатын, анаяқтан шықпайтын, арт жақтан шығатын, сондай ұрылар да. Осылайша олар сыртқа шығады. Одан кейін машинаны шығып баратқан кезде ғана әлі истористарын қарап кетеді. Сол кезде Ғабит Ахонға қар тастайды. Ахонға осылайша пранктар өтеді. Достар, негізі көп созылып кетті, сондықтан да сәлден кейін қарайық. Кейіннен пиццаның ақшасы келеді, және де пиццада жұмыс істейтін жігіт Ахонмен суретке түсіп алды. 2 миллион подписчигі бар адам, о танымал кісі. Суретке түсіп алды. Сонымен Алиш төлейсаш дейді. Алиш болса төлейді. Алиш төлеудің орнына Қайрат Нұртас болып киініп келеді. Шынымен де Алишер Қайрат Нұртас ағамызға өте қатты ұқсайды. Одан кейін өзі ашуланып кетеді. Және де барлығы осы жерден басталады, үйін бастады. Давай Дубайда қарсылайық жаңа жылды дейді. Сол кезде Ахонның ағасы, мен қарсымын, мен әлі дайын емеспін, онда мен бірінші шайындар сияқтан сендерді күтіп алайын деп жатқан кезде Ахон айтады, давайте онда үйде қалыпты бір жақсы контент жасайық дейді. Одан кейін дарын сөз бастайды. Ол айтады, бүгін мен осылай қызбен кездестім. Ол қыз деген, қасында отырамыз. Мына жерлерде дарын дейтін қуып кетеді ғой. Өзімен өзі. Басқан тақырып айтады. Ал ең маңыздысы мына жерде. Олар айтады, дүкен деп қойын, дәл осы кафеге 2 адам келді, белгісіз адамдар. Ал олар болса, олардың біздің үйді тонау туралы жоспарларын естіп қапты, ол мен досым. Дәл осы истористерді көріп отырып, біздің үйді тонау туралы жоспарларын естіп қапты. Ал енді біз бір неге жасауымыз керек, бұлар бізге келуі мүмкін. Давай полиция шақырайық дейді. Еш қайсысы да келіспейді, сол үшін де кейіннен ол екеуі өтірік үйдің кілтін және де үйдегі басқа да мүліктерді көру үшін үйге дезинфектор болып келеді. Яғни үйді коронавирустан тазалауға.
Барлығы олар екенін біледі. Дәлел деп енді айтып жатқан кезде, олар да есікті тақылдатып келіп тұрады. Осылайша опшым үйді дезинфекциялап тастайды. Кейіннен Ахон бастаған блогерлер, Ахон ағамыз бастаған блогерлер жақсылап тұрып жоспар құрады. Аниме дегенше кеште батады, сағат білмедік, 10:30 болу керек. Тұзаққа ең алдымен дұшағай түседі. Олар бұл үйге кіру үшін өте қатты қиналады. Менің бұл кинодан бір түсінгенім, бұл қазақша Один дома болуы мүмкін. Мінекей. Осылайша Ғанай мен Дышы ағайға қарап олар өлмекші адам жібереді. Өлмекшіні жіберген кезде, ол Дышы ағайдың басында тұрған кезде Ғанай оны құрту үшін үтікпен бастады. Осылайша олар аниме дегенше қазынаға да келіп жетеді. Бірақ олар мына сөзді байқайды: ұрлық түбі қорлық. Ал сәлден кейін артына қараса, осындай келеңсіз жағдай орын алады екен. Мұның қолындағы шын пистолет пе, өтірік пе? Менің ойым. Осылайша кейіннен оларды жақсылап жазалайды. Ал негізі Ғанай бұл іске барғысы келмеген, алайда оны өзінің бастығы итермеледі деп ойлаймын. Одан кейін Ахон аузындағы скотчтарын алып, осыменен олармен жақсы тіл табысып, аниме дегенше жаңа жыл болып қалды дегенде Бағдәулет кейіннен иә, сыйлықтарымызды берейік ендеше дейді. Осылайша жаңа жылды барлығы тату тәтті кереметтей мейраммен қарсы алады. Осы жаңа жыл мейрамы осы Один дома киносымен өте қызық болды. Байқасаңыздар, бұл кино жаңа жылда трендке 2-ші орынға шыққан. Ровно жаңа жыл күні. Осылайша барлықтарыңызды жаңа жылдарыңызбен құттықтады. Бұл фильмнің басты негізгі желісі қазақша Один дома, яғни айтқанда бұл деген ұрлық түбі қорлық. Осылайша барлығы тату тәтті, бір-бірімен дос, бауырмал болып жаңа жыл тойлатты. Осымен менің видеом тәмам. Ұнаса көп рахмет. Қалған тағы да басқа қандай кинолар шығарайын, айтыңыздар, негізгі желілерін.